Мен Фоди бүгінгі видео мен сіздерге Делиннің күнделікті видеода қолданатын модтарын Камет Антинокс деген бір баланың каналына реакция түсіретін болған видео. Реакция дегенде көреміз, видео лайк басқан түрлі келіндіп. Так кеттік ал. Видеоның соңында мен бір пікірді айтамын сендерге қызықты. модтарын көрсетіп болам. Сіздер видеосын болсам бұрын дәл қазір асыға түсіп арнама тіркеліп лайк баспаңыздар ұмытпаңдар. Кім тіркеледі, соған мына ақшаны кезекпен кезек беретін боламын. Так что давай тіркел, лайк бас, комментарий жаз. Ал ендеше мен өз видеомды бастаймын. Мойындаңдар, достар, сендер дәл осындай видеоларда железный слиток немесе золотой слиток телефон секілді пайдаланып келдіңдер ғой, енді олай болмайды. Мен сендерге өте керемет мод дайындап қойдым, оны Делин әр видеосында қолданады. Не то что Делин, бүкіл осындай контент түсіретін ютуберлердің барлығы қолданатын мод. В общем айтқанда ол телефон мод пен ақша мод. Мен оны іздеп тауып алған болатым, кімге керек, ссылкасын описанияда тастап кетемін, жазбасаңдар болады. Ең алдымен аны басасыңдар и осы вкладкаға кірсеңдер, міне ең астында тұрады. Бұны алдымен скачать етесіңдер, одан кейін загрузкадан тауып орнатасыңдар и оны қосасыңдар. Оны келесі видеоларда көрсететін шығар мүмкін. В общем, осы телефон және де осы барлықтарын іздедіңдер, ал мен сендердің іздеулеріңді таптым. Смело осы лайктарыңды басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазып кетіңдер. Сол кезде мына ақшаның бәрін сендерге ойнатамын. Ойнатамын. В общем, сендер іздеген модты таптым. Енді игілікті видеоларыңа пайдалансаңдар болады. Ал ендеше көп созбай екінші модты көрсетейін. В общем, достар, сендер келесі модты видеом басынан бері күтіп отқан шығарсыңдар, мына NPC модты қашан көрсек, осы керек етіп. Дәл қазір сендерге көрсетем. Ең алдымен кіресіңдер, заттар тұратын жерге жұмыртқаны үстін бассаңдар, осы жерде осындай болып тұрады. Алдымен бұны да жазып аласыңдар, одан кейін барып өздеріңнің Майнкрафттарыңа орнатып, қосып, дәл осылай мен жасап отқандай жасайсыңдар. И және де бұл жерде полиция бар, жедел бар. Еще бұлар адамдармен төбелеседі, сендерге барлығын көрсетем. Сендер лайктарыңды басып отырыңдар. Ең алдымен бізде NPC 19, так, сәл логотип тұрады, шығады мына. Изменить деген бар, мынандай сәлемдесу бар, мынандай бір зат ұрады, в общем, мазақтай, отырады. Отырады тоже, жатады, аспанда тұрады, одан кейін қуанып тұрады. Және де kill дегенді бассаңдар, өліп қалады. Қайттан орнатамыз. И және де мына командалар бар, reset, random stroll, яғни әр жаққа кете береді, баса оған жаққа run player from player, яғни тек қана адамның артынан жүреді, монстрдың артынан жүреді, мобтың артынан жүреді, жануарлардың. Келесі reset, тоқтан орнына қоя салайын. Келесі ол шайқасу, reset, мынау қайтару, ойыншылармен соғысады, барлық существомен соғысады, монстрлармен, мобтармен соғысады. Мұнда атын өзгертсеңдер болады, мысалыға осылай. Және де изменить диалоговый строктар да бар. Тіпті керектісіңдер. В общем, осы. Ал енді жаңа мен сендерге NPC-ларды алып жатып, келесі модты палит етіп қойған шығармын деген ойдам. Тіпті уж палит етіп қойдым. Бұл түрлі машиналар. Мұнда бізде автобус бар, машина бар, там тоже автобус, маяқта даже КамАЗ бар, полицейский машина бар еді. Так, қайда? Полицейский машина. Где? Мұнда өзімнің сүйікті автобусым бар. Мынандай әр Делин мен Аншы уақыттың компоттың видеосындағыдай полицейский машина бар, мындай машина бар, даже Аяз Атаның шанасы бар. Ты чё? Енді сендерге кезекпен көрсетіп шығайын. Бірінші бізде ван, яғни Volkswagen деп ойлаймын. Осындай. Екінші кішігірім автобус қалалық. Үшінші бізде Volkswagen Bentley, енді СССРский қанша дегенмен трак бар, яғни грузовик. Келесі бізде автобус. Зачем? Көрінбейді. Неге көрінбейді автобус? Тоқтада. Автобус көрінбейді дейсің ғой. Жарайды. Келесі мен сендерге екі модты қатар көрсетіп болам. Біреуі жиһаз, біреуі Делиннің видеосындағы радужный блоктар, радужный мечтер, там анау деген сияқты. Бізде ең бірінші ол осындай радужный қылыштар, одан кейін аяқта бұл пышақ жеке мод, лопата бар, одан кейін мотыга, там аяқта кирка да бар еді. Қайда? Киркаган. Мына осындай кирка бар и өте үлкен топор бар. Одан кейін мына жақта сендерге модтарды палит етпей-ақ қойын. Осындай неше түрлі палкалар бар. Қазір көрем, бұлармен кирка жасауға бола ма, болмай ма? Сондықтан көру керек.
Мен әлі көрмедім оны сынап. Так, мынау палкасы ғой, ә. Енді сендерге келесі көрсететін мод, ол бізде мебель мод, я. Бақтан күткен жасындар, я. Елінің видеосында мебель бар еді ғой, қайда жібердім деген сияқты. Өзімді таппай жатырмын, шын мәнісінде қайда екенін. Так, қайда? Так, тауып алайын. Міне айтпақшы. Так, бізде осындай бар. Там осындай. И тағы да осындайлар бар. Мынандай шарбақтар, өтуге болмайды дегендер, ноутбуктер, светтер, лестницалар, тағы да бір 4-5 заттар болған. Мұнда сейф бар, біреуінде ПК болған. Енді барлығын описание қалдырып кетемін, өздерін жазып, бәрін кезекпен қарайсыңдар деген ойда. Үшін керемет мод. Бұның барлығы ссылкасын описание қалдырамын, жазып алсаңдар болады. Осымен бүгінгі менің өте керемет видеом аяқталды. Сендерге ұнаған болса обязательно лайктарыңды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Общем-то солай. Енді келесі видеоларда қайта көрсеміз деген ойдамын. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Сендерге ұнаған болса лайктарыңды басып, арнаға тіркеліңдер. Сен мұғымен Фоди паршалықтарында соңында. Мен кәдімде аз... Күтті. Шыңды маманы шығып кеткеніз. Так, ладно. Мынауым да Арди деген. Қазір біз каналын көрейік ал. Каналда неше подписчик бар екен. Ой, телефон. Походу достар біреу оның аккаунтын сатып алған или өзі тұрып жатыр. Базы жоқ, бағанда Антинокс. Сендермен болған мен болды. В общем, достар, осындай видео болған болатын. Сендермен болған мен Диас және Кемет Даңатыш. Пока-пока. Пока-пока, чао.